Қайырлы күн, достым. Сенің назарыңа ағылшын тіл сабағы. Сабақтың тақырыбы Things I like. Things I like. Бүгін сабақта сен не білесің? Сен ағылшын тілінде тамақ атауларын айтуға үйренесің. Енді бастайық. Things I like дегеніміз ол бізде мен жақсы көретін тамақ, жейтін тамақ, тамақ. Things I like, мен жақсы көретін тамақ, жейтін тамақ. Ал енді бірінші сөзіміз осындай. Ол бізде cake, cake. Қайталаймын енді. Cake, cake, cake. Cake ол бізде торт, cake. Сен бұл сөзді білесің. Келесі сөзіміз. Ол бізде әрине дұрыс. Ice cream. Ice cream. Ice cream ол бізде бал мұздақ. Қайталаймын енді. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Жақсы. Келесі сөзді сен де білесің. Ол бізде балық. Балық ағылшынша қалай болады? Балық бізде болады. Fish. 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 Келесі сөзіміз ол бізде сүт. Сүт ағылшынша бізде болады. Milk. Milk. Қайталаймын. Milk. Milk ол бізде сүт, Milk ол бізде сүт. Жақсы. Келесі сөзіміз ол бізде pizza, дұрыс. Pizza, ағылшын тілінде солай бола береді. Pizza орысша және қазақша сияқты тілдерінде, Pizza. 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 Окей. Келесі сөзіміз juice. 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 Бұл сөзді сен білесің. Juice ол бізде не? Шырын, дұрыс. Juice. Juice. Келесі сөзіміз ол бізде salad. 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 Salad бізде салат, бола береді. Salad. Келесі сөзіміз ол бізде кеспе, сөзі қазақша. Кеспе немесе сұрқа, ағылшынша бұл сөз бізде soup. 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 Қайталаймын кейін. Soup. Soup. Келесі сөзіміз бұл бізде жұмыртқа, egg. 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 Бір жұмыртқа болса one egg. Екі жұмыртқа болса two egg, Egg. Қайталаймын кейін. Egg. 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 Немесе two eggs. Two eggs. Eggs. S әрпі қосылады да оқылады eggs. Eggs. Жақсы. Келесі сөзіміз ол бізде cookies. 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 Cookies бізде печенье, Печенье. Cookies. 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 Келесі сөзіміз ол бізде chicken. Chicken. Chicken ол бізде тауық, Chicken. 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 Жейтін тауық. Chicken. Chicken. Келесі сөзіміз bread. 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 Bread ол бізде нан. Bread. Bread. Келесі сөзіміз ірімшік ол бізде cheese. Cheese. Cheese, Қайталаймын. Cheese. Ал енді мен саған бір ойынды ойнауға ұсынамын. Мынау смайликтің артында қандай тамақты қойып тұр? Айта ғой ағылшынша. Дұрыс. Fish. 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 Мына жерде не тағылып тұр? Қалай банан бізде ағылшынша түсі болады? Есіне түсір. Banana, дұрыс. Banana. It's a banana. Окей, келесі. What is it? It's a ice cream. It's an ice cream. Ice cream, Okay. What is it? It's juice. 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 And what is it? It's pizza. Pizza.
pizza. Келесі, бұл не бізде? What is it? It's soup, я? Soup. Мына жерде бұл не бізде? Ол бізде cookies. Cookies, я? Cookies. Мына жерде не тығылып тұр? Қайта қоймаған. Milk, я? Milk тұрмыздар. Milk, я? Milk. Келесі, мына жерде не бізде батыр? Salad. Міне, salad. Дұрыс. Жақсы. Ал енді қарап шығар, қандай сөздерді біз бүгін өттік, я? Milk, soup, ice cream, cookies, salad, fish, pizza, juice, және chicken, және bread, я? Ал енді мен саған осы сөз тіркесті айтуға үйренеміз, я, қазір? Қайтала менен кейін. Бұл бізде do you like деген сұрақ. Do you like дегеніміз ол бізде мысалы мынау сен ұнатасың ба, саған ұнай ма деген сөз, сен жақсы көресің бе деген сөз, я? Мынау үш нүктенің орнына бір сөзді қоясың, я? Мысалы, қарам. Do you like milk? Сен сүтті жақсы көресің ба? Саған сүт ұнай ма? Я, мысалы, осында сұрақ. Do you like milk? Осы сұраққа осылай жауап беру керек. Қысқаша. Yes, I do дегеніміз ол бізде я, ұнайды. Yes, I do. Және it's yummy, я? It's yummy дегеніміз, міне, я? It's yummy дегеніміз ол тәтті, ол дәмді, я? Yes, I do, it's yummy. Я, ұнайды. Ол дәмді, немесе тәтті, я? Немесе жоқ ұнамайды десең, no, I don't. Неге ұнамайды десең, it's yucky, я? It's yucky дегеніміз жоқ, ол дәмсіз, я? Дәмсіз ол деген сөз. No, I don't. It's yucky айту керек. Ал енді менен кейін тағы қайтала. Do you like, мысалы, ice cream? Do you like ice cream? Yes, I do. It's yummy. Yes, I do. It's yummy. Немесе, no, I don't. It's yucky. Ал енді мысалды қарайық, я? Мысалы, сүтті алайық, я? Do you like milk? Айта ғой жауабын. Yes, I do. It's yummy. Немесе, no, I don't. It's yucky, я? Келесі мысалымыз. Do you like salad? Айта ғой. Yes, I do. It's yummy. Немесе, no, I don't. It's yucky. Я? Yucky. Келесі сөзіміз. Мысалымыз. Do you like ice cream? Yes, I do. It's yummy. Немесе, кейбір адамдар ұнатпайды, я, онша балмұздақты. No, I don't. It's yucky. Ага. Do you like fish немесе, я? Do you like fish? Саған балық ұнай ма? Сен жақсы балықты жеуге жақсы көресің ба, я? Do you like fish? No, I don't. It's yucky, я? No, I don't. It's yucky мысалы, я? No, I don't. It's yucky. Я? Yeah, no, I don't eat. Do you like fish? No, I don't. It's yucky. Я? Жоқ, ұнамайды маған. Саған балық ұнай ма? Жоқ, ұнамайды. Бұл дәмсіз, я, маған.
No, I don't eat yaki. Do you like cookies? Do you like cookies? Yes, I do. It's yummy. Я ол өте дәмді иә тәтті. Yes, I do. It's yummy. Yeah. Ал енді үй жұмысы. Не істеу керек? Бірінші саған сөздер жаттау керек, е? Қандай сөздер? Осындай сөздер қара. Cookies, juice, soup, salad, egg, milk, ice cream, cake, bread, cheese, chicken, pizza, and fish, yeah? Көп сөз емес, өйткені жарты сөздерін сен білесің, иә? Мысалы ice cream, мысалы cheese, pizza, fish, cake, juice, иә? Осындай сөздерді сен білесің. Ол өте қиын емес. Келесі үлгі бойынша сөздер жазу. Жазу парағы күнделікке тіркеледі немесе мессенджер бойынша, WhatsApp бойынша жіберіледі, иә? Қандай? Міне осындайды жазу керек, иә? Fish, иә, мысалы, 2 жол бойы жазу керек. Немесе оны шығаруға мүмкін болмаса, бұл документті дәптерде орындау керек. Ата-анаң жазсын. Бірінші мынау сөздерді, иә? Сен сосын оны жалғастырып жаза бересің үлгі бойынша, иә? Окей. Сабақтың соңында сен бір бейне көре аласың. Мен бұл бейненің сілтемесін WhatsApp арқылы жіберем. Бұл бейнеде do you like деген сөздері және тамақ сөздері айтылады. Қайталап үйрен, иә? Сау бол, назарыңа рахмет.